Сенбінің әр сәті тек қана шаттық пен қуаныш сыйласын. Ал студиямызға кезекті қонағымыз келді. Ендеше қарсы алайық. Таңғы студияның төрінде әнші, композитор Қанат Елікбаев. Бәрекелді. Уағалейкум ассалам. Ай, бәрекелді. Қош келдіңіз. Қайырлы таң, қалайсыздар? Жақсы. Сағындық қой сіздерді. Не деген Бізде энергетика, қатты сағынып кеттік. не деген позитив. Сәлем, таңғы студияның тұрақты көрермендері. Сіз Қанат мырза ұйықтамаған сияқтысыз ғой? Жоқ, сіздер келесің таңертең эфир деген кезде ұйқым бәрі қашып кетті. Енді Қанат Елікбаев бүткіл әндерінің барлығын енді осы жерден тұсауын кесем ғой. Ән жазсам болды бірден күтіп дәметіп отырамын. Ай, осы қашан осы келеді, хабарласып қалады екен. Таңғы студияға құдай қаласа тұсауын кессем деп. Бұл жолы өзі жазды. Сәтті болсын, Әдетте бар ғой, жер сілкінген кезде жалғыз өзің келуші едің. Әнеки. Есіңде ма? Ол күнді Бір рет ұмытпайсың. жер сілкініп, бұл кісі жалғыз өзі келіп, қасындағы екі кісі ұйықтап қалған, қаланың сыртына кетіп қалған, қашып. Иә, сіздер таңғы студияның бір ерекшелігі сол болып тұр енді. Жер енді сілкімей ақ қойсын енді. Иә. Өмірлік тарихым. Өмірлік тарихында ерекше орны бар болып тұр енді. Жердің бәрі сілкініп, елдің бәрі қаладан қашып жатса, таңғы студия түк болмағанда эфирде қайырлы таң деп отырсыздар ғой, шай. Жұмысымыз сол енді. Иә, осында қондық қой біз сол кезде. Тамаша. Бәрекелді. Енді Рахмет. Қанат, өзің байқаған шығарсың, Инстаграмда қазір тренд жүріп жатыр. 2016 жылы сен қандай болдың деген көрдің ба? Иә. Ай, соны көрмеппін. 2016 жылы не істеген? Суреттер салып жатыр. Кім не істеді, қайда болды, соның бәрін салып жатыр. Сен не істедің? 2016 жылы қайда болдың? 10 жылда не өзгерді? Мәссаған, трендтен қалып қойыпсың ғой. Соны қалып кетіп мәттен. Енді 10 жыл бұрын, 2016-да. Бірақ 2016-да біз жігер тобы әлі қосылған жоқ едік. Бөлек шақырып жүргіздер. Иә, осы 10 жыл бұрын ол жеке жүрген ол кезде өзімнің жеке авторлық әндеріммен, жігер тобының әндеріммен жаңа шығарған сол кезде өзімнің жеке творчествоммен жүргем. Сол сәтте де есімде. Ол кезде біраз кішкене эфирден де, кішкене өнерден де сәл алшақтаған кезіміз болған, 10 жыл. Сондай болған. Бекер есіме түсірдіңдер ғой. Иә, оны жақсы жаманның бәрін еске түсіріп тұрғанда дұрыс енді кішкене. Иә, енді Қанат мырза, шығармашылыққа келетін болсақ, жалпы енді жаңа жылда жаңа әндермен бастап жатырсыз. Жаңа әндермен бастап. Және тақырыптары бауырларға арналған. О, жыл келе ақырында тақырыптардың бәрі күрделеніп бара жатыр. Соны айтам. Неге олай болды? Бұрында сен тек қана махаббат туралы жазушы едің. Иә. Енді бауырларға көшіпсің. Бауырларға көштік. Биыл 2026 деп жастар, 26-да менің құрдастарымның өз 40-қа келіп жатыр екен. Оған арнап ән жазып жатырмын. Сондай болып жатыр енді. Мүмкін енді өзі осынша уақыт енді өнер жолындағы өнерде емес, жалпы өнерде де өмірде де әрбір адам баласының басынан өтетін дүние шығар. Бірте-бірте жас келе әр нәрсе өмірге деген көзқарасың барлығы да өзгере бастайды. Иә, тақырып өзгереді. Тақырып та өзгереді, сондықтан да әртүрлі тақырыпты қозғағың келеді. Енді сен бізде де әнші әрі енді сазгер болғаннан кейін халыққа айтқың келген ойыңды жаңағына ән арқылы жеткізгің келеді, сондықтан да сол ағайын, туыс, бауыр деген өз бір жасымызды соған жақындап қалдық. Түгендей бастадық қой алдында. Енді ол кезде жаңа айтып отырсыз ғой, 10 жыл бұрын деп, 10-15 жыл бұрын осыдан жігер тобының өзі бізге құрылғанымыздың өзінде бір 20 жылдан асып кетті, 25 жылға келіп қалды. Сол кезде мысалы ағайын туысқандардың өзінің тойларына емес, үйлеріне де қонаққа бармайтынбыз. Көп бармайтынбыз. Сол кезде мысалы уақыт деген келе сол туысқандарымыздың бала-шағаларын да танымай қалдық қой қазір. Мәссаған. Сонымен қайтадан танысып жатырсыздар. Қазір ақырында бәрін реттеп түгендеп жатырмыз енді. Сондықтан да сондай тақырыптар болады, бір бауырлар жайлы, ағайын, туыс, сондай бір әртүрлі тақырыпта сондай бір шабыттар келіп жатыр, жазып жатырмыз. Енді арасында махаббат жайлы әндер жазбайтынбыз, жазып жатырмын. Өзіміздің енді үйдегі музамыз бар. Ұрсып қалсақ мұңлы ән шығады, қайттан достасақ көңілді ән шығады. Сондай бір бөле болып қалды ғой сол музамыздың қасқа, оны қарап қалдық қой қазір. Шабыт қазір қай уақытта келетін сол кісілерге қарап қалдық қой қазір.
сондай келгенде қызықтар болады. жеңіледі деп айтушы еді ғой сол. О, қайда 40-қа келіп, қайда екінші дыханиеміз ашылып жатыр ғой. Үйде отырады. Ашылып, 40-қа келіп қылық шығарып жатырмыз ақырында. Солай ма? Қай кезден еркектер осы жеңіледі әйелден? Бітті, соны айтқан істейді деуші еді. Сен осы бар ғой, сол күні қатты күтіп жүрген сияқтысың. Сол уақыт. Бірден біліп қалды. Қанат қашан жеңіледі деп па? Жеңілген күні келесі күн шақырайын деп тұрсың эфирге. Жеңілмеймін. Ой, бәрекелді. Енді бүгін біздің студиямызда жаңа ән тұсауы кесіледі, ол Жан аға әнін орындайсың. Енді тағы да бір бауырым, амандасшы бауырым деген әніңді гитарамен орындап берсең. Амандасшы бауырым. Мен сол гитарамды енді бірге сергім ғой, қасымда жүргенім. Болмаш кез келген ән. Бүгін таңға сол әнді бір жағын айтып берсем ба, бірақ енді ол ән енді Құда қаласа келесі эфирлеріңізде бір жақсылап тұрып орындап берсем. Осы эфирде бір таңғы студияның тұрақты көрермендеріне бір жігер тобынан өзіміздің бір ностальгиялы, өзіміз әндерден бір қысқаша бір еске түсіріп өтсек. Давай. Бірге қосылып әрине болады. Сағындық әндеріңізді. Тағы да барлықтарыңызға қайырлы таң, жақсылап тұрып мінекей, құрметті таңғы студияның тұрақты көрермендер бірге қосылып көңіл күйді бүгінгі күндеріңіз. Сіздер де қосылып отырыңыздар. Тәуекел, сен есіңде ма? Ұнатып ем жалғыз сені. Осы әндердің бәрін ескертіп бірге қосып отырайық. Ұнатып ем жалғыз сені, самалды желкесінде, саған деген махаббатым бір көргенде келді ме? Сен менің бақытымсың, іздеген өмірде, гүлді жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Сен менің бақытымсың, іздеген өмірде, гүлді жүзген аққуымсың, сұлулықты көздеген. Артық болмас сен арайлы күндесің, әппағай боп көрінесің күрдесің. Мен өзіңе қалғанымда кездеспей, сұлулықтың не екенін білмесем. Егер сені бүлдіреген жыр десем, ең әдемі ұйқасың боп күн кешем. Махаббатым бар екенін өмірде сезбесем, сен жанымда жүрмесең, әппақ қар жер бетінде суы қазбарлы, жұлдызға қарап күліп тұрған сен ұшындағы, аяңдап келем қасымда сен ақырын басып, жүрек соғады саған деген көңілім басып. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде, жастарым шылайды көздеріне сені сезбе. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде, жастарым шылайды көздеріне сені сезбе. Жастарым шылайды. Шіркін-ай, анау меркіде, мектепте оқып жүрген кезім есіме түсіп кетті ғой. Қаза ностальгия болды ол. Білмеймін, мен 10-11 сыныптарда шыққан болатын осы әндер. Қандай керемет, кәдімгі бір сергіп, жастық шағымыз еске түсіп қалды. Күшті. Топтың енді кішкене бұл әндер топтың жалпы өнерге аяқталуға үлкен бір себеп тигізген. Әлі күнге дейін хит. Сондай ұмытылмас ескі әндердің қатарына әйтеуір әндеріміз кіргеніне әрине қуанамыз. Бұл үлкен бақыт, шынымен де. Енді Қанат мырза, осы уақытқа дейін қанша ән жазылды?
осы өзім жеке авторлық па? Жігер тобының ең алғашқы сол жаңағы сен менің бақытымсың, одан кейін жаңағы ана сүйіктім әні. Кейіннен ана жайлы жазған, әке жайлы жазған, Мұқағали Мақатаевтың Жырлайды жүрек кітабын студент кезімде қатты жақсы оқып жүріп, арасында Мұқағали атамыздың өлеңдеріне жалпы шықпай, жарық әлі көрмей жатқан әндер көп. Өзімнің шығарғанымнан бір 20 шақтыға жетпес бір әндер бар. Көбісі жарық көрмей тұр әлі. Енді ақырындап келе жатырмыз. Әр сіздердің шақырған сайын бір әнім ақырындап жарық көріп отырмын. Тамаша. Енді жастар сенен композитор ретінде ән сұрай ма? Композитор ретінде енді мұнда осы жақын, осы соңғы жылдары ғана мен біліп жатыр. Сен екенсің ғой шығарған деген сияқты. Көбісі білмейді. Сондықтан да мен біреуге әлі әнімді ұсынып көрмеппін. Ұсынып көрмепсің, иә? Жоқ. Бірақ сұрап жатыр. Бір шығарып беруге ыңғайсызданамын ше. Білмеймін енді бір. Мүмкін әлі өзімді ән шығып тек қана сезініп, сазгер ретінде сезіне алмай жүрген шығармын. Жоқ, сенің әнің мысалы қазір ғана орындаған 3 әннің қанша өзіңдікі? Жаңа алдыңғы екеуі өзімдікі, жалғыз сені. Аппақ қар енді ол өзіміздің ауылдас, жерлес ағамыз Байділді Әбілеттің әні. Жаңағы екінші ән қалай еді? Екінші егер сені мөлдір жетімдер киносы арқылы халық жүрегіне жетті. Ол сенің ән тамаша. Сол кезде шығарып жүрген кезде мүмкін тоқтатпай өзімнің авторлық әндерімді жарияға жасап ары қарай шығара бергенде мүмкін осы уақытқа сазгерлікті де сезініп кетірмедім. Бірақ енді мұнда сезініп отырмын ғой, жаңағы қазір ән шығарасың ба? туысқа деген сияқты өзгеріп жатыр ғой, сол сияқты сазгерлікке де бұрып жатырмын енді қазір. Бұл әндерді өзің жаздың ба? Бауырыма, жан ағама. Өзіңнің әнің? Осы жан ағамыз мұнда жаңа әнді дәл сиясы кетіп. Мен сенен ән алам онда. Болды. Енді осыдан қанша ай бұрын, білмеймін, жарты жыл бұрын ба, сен Жігер тобымен бірге келген кезде жеке концертімізге дайындалып жатырмыз деп айтқан болатынсыңдар. Осы, қателеспесем, осы 26 жылға деп жоспарда деп айтқансыңдар. Ол қалай болып жатыр? Келген сайын айтып кетесіңдер, концерт қайда дейсіз ғой. Соны айтамын. Сол анау барған жерде жаңағы енді бірден концертті сұрайды ғой, негізі біздің әншіліктің барлығы, біздің бүткіл жаңағына өзіміздің өнер жолындағы еңбегіміздің барлығының тиімдісі есеп беру. Енді сол Құда қаласа деп отырмыз, Алла бұйыртса осы. Мен ана қасымдағы жігіттерге әзілдеп тиісіп қоямын ғой. Жаңа Болатбек енді арамызда үлкеніміз. Мен айтамын, Болатбек, сенің 40 жасыңа жеке концерт береміз деп жүреді. Ол өтіп кетті дедім. Одан кейін Даниярға айттым. Данияр келді. Данияр, сенің 40 жасыңа жеке концерт береміз, ол да өтіп кетті. Мен айтамын, енді осы жолы енді өткізіп алмайған менің 40 жасыма ең болмаса берейік, енді алғашқы концертті деп қоямын. Қашан 40 жас? Ниеттеніп отырмыз осы, Құдай қаласа осы. Енді 86-тар қайда деп жүрміз ғой? Бір жылдан кейін 40-қа толайын деп бастап жатырмыз ғой, осы бастап жатырмыз. Демек осы 26 жылы міндетті түрде осы концертті өткізіп жіберулерің керек енді. Өткізу керек болып тұр. Ұят болады енді өткізбесеңдер. Келесі эфирде енді сұрасаңыздар енді жаман ұят болайын деп тұр енді, Құдай қаласа. Келмей қоятын шығарсыңдар, шақыра бересіздер. Концерт бергеннен кейін бірақ келеміз деп па? Сәтті өтсін бәрі. Рахмет. Енді қазіргі таңда жаңа ән индустриясы енді кәдімгідей өзгеріп жатыр, әннің түрлі бағыттары шығып жатыр. Қазір кей-поп дейді, хип-хоп дейді, рэп деген. Жалпы енді осы тұрғыда қазір жаңа бағытта ән жазу ойда бар ма? Ол ойда бар әрине, бірақ көріп жатырмыз ақырындап. Енді жасыратын түгі жоқ, әбден ана біздің бойымызға өзіміздің бағыт сынықпаған, соны сындырып бөлек бағытқа бүйтіп арасында көріп жатырмыз да. Қиындау болып жатыр. Енді оны мойындау керек. Қазіргі жастар өте керемет. Өзім де тыңдаймын, жастарды ғана тыңдаймын. Орындау, жаңағына өздерінің техникалары, әнді былай жеткізу, өңдеуі. Бұрын мысалы біз әбден ана біздің жас кезіміздегі тыңдап өскендеріміздің бар, алдыңғы буын аға көреміз тыңдап өскендеріміздің барлығы диапазонды дауыста тіп-тік тұрып, артық қылықсыз әдемі орындап шығуымен өскенбіз ғой. Қатып қалған не болды, стереотип. Деп тұрып ана жіберіп жаңағы дала дауысын алысқа жеткізіп, сәл бүйтіп
деп иірім жасап қалсаң, ей, немене мына жерін құртып жібергенсіңдер деп. Аяқ жедіңіз деп. Барып студияға барып дауыс жазғанда да ағаларымыз жазады ғой, сөзі қорқып тұратынбыз ғой. Ұрысып жіберетін ғой. Немене қайта-қайта қыңсылап кеттің деп. Тіке айтты. Сөйтіп әбден сіңдіріп Сен тастаған. ана екі заманның ортасында қалып қалған болып тұрсың. Кішкене бүйтіп. Не ар емес. Сондай болып кішкене шала туған болса, не былай емес деп қалдық қой біз. Ананы қарайын ба, мынаны қарайын ба деп отырмыз ғой. Қазір қайсысы жастарға қарайын ба, үлкендерге қарайын ба деп. Сонымен қазір кішкене өзгерістер енгізіп жатырсыңдар енді. Шынымен де мына өзіміздің жасымызбен орай осы топтың да жасы сондай болып тұршы. Ана не жас емессің, не кәрі емессің. Орта болып тұр. Қандай ән айтарымды білмей миың ашып жүре береді екен ғой. Иә, негізі 86-87-лер шынымен де осындай бір орта буын ғой, орта буынға да келіп қаппыз, иә? Кассетаға ең соңғы шыққан әншілеріміз ғой біз. Кәдімгі тарихта қалыпсыңдар онда. Кассетаға ең соңғы шыққан әншілеріміз. Енді Қанат, біз саған бір блиц сұрақтар дайындап қойдық. Тез әрі ойланбай жауап берсең. Де? Басына не келеді, соны айтуың керексің. Ал, Тәуекел. Басар, иә? Қай әнді қайта жазар едіңіз? Сен менің бақытымсың да. Шабыт көбіне қашан келеді? Түнде ме, жалғыз қалғанда ма? Түнде, жалғыз қалғанда. Екеуі де, иә? Бір әнді өшіру керек болса, қайсысын өшірер едіңіз? Ой. Ешбірін өшірмейсіз? Иә. Бәрі әдемі. Танымал болу шығармашылыққа көмектесе ме, әлде кедергі келтіре ме? Көмектеседі. Музыкада тренд қуу қателік пе? Жоқ. Өзіңді тыңдамайтын адамға ән жазар ма едің? Жазар едім. Ең шынайы әніңіз қайсы? Сен менің бақытымсың. Ақша үшін жазылған ән бар ма? Жоқ. Тек қана жүрекпен, махаббатпен. Сын пікір, сындыра ма, шындай ма? Шындайды. Бір ғана сөзбен музыканы сипатташ, музыканды өзіңнің. Бір ғана сөзбен? Қиын ғой бір ғана сөзбен сипаттау. Шедевр деуге болады. Махаббат, лирика. Мен үшін аманат ол. Аманат? Неге аманат? Себебі өнер кезге ән шығару, өнер адамның бойынан көрінген кез келген адамға ән шығарып сазгерлік бере бермейді. Сондықтан да менің ішкі жанымнан шыққан ән халыққа ертең мұра қылып қалдыру мен үшін аманат қылып беріп отыр маған. Солай түсінемін өзім. Күшті. 10 жыл бұрынғы өзіңізге не айтар едіңіз? 2016. Қайта келдік. Қайтадан 2016-ға айналдырып келдіңіз. 10 жыл бұрын не айтар едіңіз? Шашылып кеткен кезінде есіңе ал. Өзіме не айтар едім? Жинал десең ба? Жинал болғанда. Енді алға болды, бірақ қана сөзбен айтатын. Тоқтама алға. Тоқтама алға. Өнерде бәсекелестік керек пе? Керек емес пе? Міндетті түрде керек. Олсыз өспейсің, е? Олсыз өспейсің. Тамаша? Бәрекелді, тамаша. Шынайы әрі нақты жауаптар болды. Иә. Біліп алдық сіздің қандай екеніңізді. Енді Қанат, қазір біз жарнамаға кезек берейік. Жарнамадан соң сіздің жаңа әніңіз «Жан аға» әнін бәріміз бірге тыңдайық. Тұсаукесер, сондықтан алыстамаңыздар. Көрсемдік мені қиядан, ұшырдың аға иядан. Мен содан бері төмендім самғаудан қатты ұялам. Ізіңді басып өрінім, артыңнан қалмай келемін. Елмендей болсам деп жүр ғой, мен сендей болсам деп едім. Жасай бір жаса жан аға, тұлғасы таудай нараға. Өзіңдей болсын бар аға,
бауырым көтеріп көкке ауылым жігіттік шағын дүркіреп жүріп тұрағы дәуірім көненің соңғы көзіңде сөз бар ма сенің сөзіңде ағалар көп қой жанаға бола алмай жүрген өзіңде жасай бер жаса жанаға тұлғасы таудай нараға өмірге үлгі көрсеткен өзіңдей болсын бараға келімде туған ер аға сенерім сенсің сераға мен саған ұқсап жүрейін батаңды маған бер аға жасай бір жаса жанаға тұлғасы таудай нараға өмірге үлгі көрсеткен өзіңдей болсын бараға келімде туған ер аға сенерім сенсің сераға мен саған ұқсап жүрейін батаңды маған бер аға мен саған ұқсап жүрейін батаңды маған бер аға Тамаша. Қандай керемет, иә. Ізгі жол көрсететін ағаларым жаман болсын. Ағаларым болсын, рахмет. Тамаша. Ал құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тамам. Дәл ертең, дәл осы уақытта қайтадан жүздескенше аман сау болыңыздар. Ертең Алматы арнасы қосылу болсын, қымбатты көрермен. Қош бол сәулем көргенше, қайта айналып келгенше, уәдеңе беріп бол мен сендікпін